Қысқасын айтқанда, мен аспазшымын. Ол күні менің қарным тоқ болды. Себебі мен аспазшымын. Аспазшы болған өте керемет. Өзіңе тамақ пісіріп алып жата бересің. Причем любой тамақ. Главное, продукттар шіріп кетпесе болды. Қалай мен аспазшы болып кеттім дейсіңдер ме? Ей, бәрібір айта берейінші. Барлығы тонау кезден басталды ғой. Мен әдеттегідей досымның үйінде тамақ пісіріп тұрдым. Тамақ дайын болды. Барлығын солға шақырдым. Міне нағыз шедевр. Достарым қуанды. Не то что қуанды. Олар бақыттың 8-ші аспанында болды. Тамақ жеп болғаннан кейін олар маған неге сен аспазшы болып жұмысқа тұрмайсың деді. Хотя мен всего лишь оларға сорок өтіп кеткен доширак қайнатып пісіп бердім. Бірақ все же ойландым. Шынымен неге жұмысқа тұрып кетпеске? Содан кейін мен жұмыс іздеп бастадым. Бірінші түскен кафеге кіріп кеттім. Олардан сендерге повар болып жұмыс істесем бола ма деп сұрадым. Олар менен тамақ пісіріп білесің бе деп сұрады. Мен иә деп жауап бердім. Дипломды көрсетсін деген. Мен нағыз аспазшыға диплом керек емес деп айттым. Олар маған сен қабылдандың деп жауап берді. Бәрі мен ойлағаннан қарағанда оңай болған екен. Так, мен кухнядам. На всякий случай мен өзім бетіммен мұрт салдым. Себебі кинолардың поварлары көбінесе мұртпен жүреді. Неден бастасам болады? Давай донер істеп қарайын деп шештім. Помидор, окорочка, кетчуп, майонез, соның барлығын микроволновкаға салдым. Кішкене минуттан соң ашып қарадым. Ішінде бешбармақ тұр. Да ну, нағыз қазақ болып тұрмын ғой. Басқа зат пісіруді шештім. Давай палау, сәбіз, көп сәбіз, күріш, барлығын микроволновкаға саламын. Я мен сондай адам любой затты микроволновкаға пісіре береді. Кішкенеден соң микроволновканы ашсам бешбармақ шықты. Мен не істемесем де по-любому бешбармақ шыға береді екен ғой. Базар жоқ. Бешбармақты бастығыма жегіздім. Ол мені мақтады. Ол маған осыдан тәтті бешбармақты жеп көрмедім деді. Даже анамдікінде де дәмді деген. Мынауын қуды енді. Егер де мен осылай пісіріп жалғастыра берсем, ол мені повысить етемін деді. Мен келістім. Точнее қуанып келістім. Енді мен күнде бешбармақ пісіріп жүрдім. Түнде, таңда. Мен сол процесстен кайф алдым. Барлығы менің бешбармағымды мақтап жүрді. Оны қойшы, мен даже диплом алдым ғой лучший бешбармақер деген. Ондай да болатынын білмедім мен негізі. Сөйтіп көтерілдік қой. Бірақ артқа қарасақ, барлығын мен какой-то доширактан бастадым ғой. Бешбармақтан шаршадым. Доширак пісіруді шештім. Суды қайнаттым. Доширакқа құйдым. Бетін 5 минутқа жаптым. Ашып қалсам, бешбармақ. Мен жұмыстан шығып кеттім. Қысқасын айтқанда, мен аспазшымын. Қысқасын айтқанда, ауырғанды сезбеймін. Дүйсенбі, қарапайым күн. Әзірше. Мен үйде оттым. Басқа не істеймін енді? Дала суық, ал менің қарным ашты. Сол үшін тамақ пісіруді шештім. Сковородка алдым, плитаға қойдым, тамағымды пісіріп бастадым. Тамақ пісіріп жатқанда мен саусағым байқамай сковородкаға тиіп кетті. Ойбай қасқа. Уф деп үфірдім. Бірақ тоқта. Дым ауыртқанда жоқ қой? База жоқ. Тамағымды пісіруді жалғастырдым. Бір кезде көп мөлшердегі ыстық май менің алақаныма төгілді. Ке байқалайын десем, мынаның күйдіргені дым ауыртқанда жоқ қой? Мен подозрение ұстадым. Саусағымды плитаға қойдым. Мүмкін плита өшірілі шығар. Жоқ, қосулы. Өте қызық екен. Неліктен осылай болып тұр? Мен уайымдап бастадым. Өзімді шымшыдым. Бетімді ұрдым. Мен шынымен ауырғанды сезбейтін болдым ба? Бақ шіркін. Керемет қой бұл. Бірақ тамағым күйіп кеткені керемет болмады енді. Мен досыма бардым. Оған ештеңе сезбейтінімді айттым. Ол таң қалды. Маған сенбеді. Мен шынымен дедім. Прям дым сезбейсің бе деді. Иә, менің бетімнен ұрды. Көрдің бе? Уах, база жоқ деді де тағы да ұрды. Ол тырқылдап күлді. Маған күлкілі болмады. Тағы да ұрды. Әлі де күліп отыр. Да туримани деді. Иә дедім мен. Тағы да ұрды мені. Одан сайын күлді анау. Кейін мен шыдамай оны ұрдым. Ондай қабілетті сен қайдан алдың деп сұрадым менен. Ал мен оны қайдан алғаным есімде жоқ болды. Осы шансты пайдалану керек деді ол маған. Қандай мақсатта деп сұрадым. Адамдарды қорғай аласың деді. Ештеңеден қорықпауға болады, себебі сен ешқандай ауруды сезбейсің ғой. Мен оған дедім де сосын кетіп қалдым. Сөйтіп бірнеше күн өтті. Менің денемде көп жарақаттар пайда болғанын байқадым. Аяғымда, қолымда, бетімде, аузымда. Ауру сезбесем де бұл менің өміріме жаман әсерін тигізіп жатыр. Но бірақ мен дым сезіп жатқан жоқпын ғой. Так что бәрібір. Бір кезде менің қызым соқты. Маған мені жақсы көрмейтінін айтты. Жақсы, мен де сені жақсы көрмеймін дедім. Че-то жеңіл болып кетті ме? Махаббат сериалының режиссерлары мені давно жұмыстан шығарып тастар еді. Менің өмірім уже бұрынғыдай емес. Бұрынғыдай бір өзім қараңғы жерде жүруді қорықпаймын. Егер де біреу тиісіп жатса да, дай фиг с ним, қырыла беріп, ұтылсам да, қолымды сындырса да, бүйтіп өмірім өте берді. Бір күні мен далада жүріп жатқанда, мені көлік қағып кетеді. Мен ауруханада ояндым. Әлде дым сезіп жатқан жоқпын. Врач келді. Менің жағдайымды сұрады. Менде бәрі керемет, күшті, вообще супер дедім. Ол сосын мені бір ұрды. Жай ма дедім оған. Бірдеңе сездің ба деп сұрады ол менен. Жоқ дедім. Кейін ол маған бір укол салды. По-любому дым сезбеймін ғой. Бірақ бірнеше минуттан соң менің өмірімде бүкіл аурудың аурусын сезіп бастадым. Чо за фигня? Мен бақырдым. Бүкіл жерім ауырды. Мен жыладым. Дәрігер маған жылама деді. Мына қақпас маған жылама десе, мен жылауды қоямын деп ойлап тұр ма? Ол маған жылама деп айқайлады. Мен жылауды қойдым. Ауырмаңдар. Қысқасын айтқанда, ауырғанды сезбеймін.
Қысқасын айтқанда, мен задротпын. Сенбі, ол күні мен ұйықтап жаттым. Тәтті түстер көріп. Bir кезде түннің бір уақытында маған таныс досым соғады. Мен ұйқылы ояу оған жауап бердім. Ол маған бір ойын ойнайықшы деді. Мен оған сағатқа қарадың ба дедім. Ол маған, сағат түнгі 3 болды ғой, ұйықтамайсың ба деді. Енді сен ғой мені оятқан деп айтайын деп едім. Бірақ оның орнына номерімді кетіп тастам, мал енді соқпа маған дедім. Че-то жестко айттым ау деймін. Тағы да оған соқтым да өтініш деп қостым. Номерімді кетіп тастам, мал енді соқпа маған, өтініш. Все, болды, енді ұйықтай берсем болады. Жаттым, басқа позада жаттым. Позамды тағы да ауыстырдым. Жатсым тобылай болды. Ақырында ұйықтай алмадым. Ал керек болса. Досыма тағы да соғып мал екенсің деп айттым. Мен ноутбугымды қостым. Досым айтқан ойынды жаза бастадым. Енді жазылуын күту керек. Ойын жазылды. Оны қалай ойнау керектігінде білмеймін ғой мен. Досыма соқтым. Қалай ойнау керек деп сұрадым. Ол маған мал құсап деді де трубканы қойды. Мен оған қайтып соқтым да мал дедім. Ойын ойнап бастадым. Басында ол ойын маған қатты қызық болмады. Бірақ кейін қызығына кіріп кеттім. Басқа ойындар жаза бастадым. Түнімен солай оттым. Бірнеше күн сөйтіп жүрдім. Қасымдағы Бержанды ұйықтатқызбадым. Ол маған дауысын басшы деді. Оказывается, мен наушникті тықпаған екенмін. Ол маған баклажка лақтырды. Мен оған лақтырдым. Ол мені ойыннан шығарғысы келді. Мен оны бір ұрдым. Жерге жата қалды. Ол өлі ме, тірі ме, одан хабарым жоқ болды. Главное, ешкім маған ойын ойнауға мешетпесе болды. Кейін ол оянды. Оказывается, тірі екен. Ұйықтап болдың ба деп сұрадым. Ол ойымдап бастады. Сен өзгеріп кеттің деді. Енді симса өзімді өзгертпеймін ба? Ол маған шын өмірде деді. Мен оған дедім. Ол өзінің ноутбугынан мен ойнап жатқан ойынымды жазып алды. Мен ойнап жатқан серверімде ойнап мені даярды. Сөйтіп бірнеше күн өтті. Ақырында ойыннан адайым шығып кетті. Жалықтым ойнап. Ойын ойнауды вообще доғардым. Ноутбугымдағы барлық ойындарды кетіріп тастадым. Су іштім. Ішім пісіп кетті. Не істесем болады? Bir кезде далаға шыққым келіп кетті. Бержанға далаға шығып келейік дедім. Ол ойынға кіріп кетті. Маған игнор тығып отты. Оны ойыннан шығарайын десем, мені бір ұрып талдырып жіберді. Қысқасын айтқанда, мен задротпын. Қысқасын айтқанда, мен мультиктемін. Ол күндердің бір күні еді. Мен негізі мультик қарамайтын адаммын. Бірақ сол күні мен қатты мультиктерге беріліп кеттім. До того беріліп кеттім, что даже түнге дейін оттым. Походу ұйықтау керек сияқты. Мен суымды іштім. Кроватқа жатып ұйықтап қалдым. Осы сөздерден кейін сендер сәл не болатынын білесіңдер ғой. Мен ояндым, бірақ мұны шын өмір емес. Мен су астында болдым, бірақ че-то ауа жұталамын. Мынау Спанчбобтың жері ғой. Капец, күшті ғой мына жақ. Мен сол су астында жүре тұрдым. Кейін бикини ботом деген жазуды көріп қалдым. О, значит, жақындап қалдым. Қасыма біреу келеді. Ол маған, мен сені танымаймын дейді. Мен кетші тану керексің ба деп бір ұрдым. Шын өмірде адамдарға өсіп істей алмасам да мультикте смелау. Ары қарай жүрсем Спанчбобты көріп қалдым. Оған сәлем дедім. Ол маған біртүрлі қарады. Кенеттен Патрик келеді. Ол да маған біртүрлі қарады. Екеуі де маған біртүрлі қарады. Мен де оларға біртүрлі қарадым. Олар күлді. Жындылар екен ғой мыналар в натуре. Олар маған ойын ойнайықшы деді. Окей, асық ойнайық дедім оларға. Олар маған жынды ұқсап қарап тұрды. Медуза аулайық деді. Қорлайсыңдар ғой қасқауларды дедім. Дедім де олармен бірге аулап жүрдім. Bir кезде қарным ашты. Жейтін зат бар ма дедім. Спанчбоб маған крабқа кеттік деді. Маған крабзугер берді. Мен жедім. Дәмі онша емес екен. Қысқасын айтқанда, мен мультиктемін. Қысқасын айтқанда, идея жоқ. Ойбай, қайттан. Қысқасын айтқанда, идея жоқ. Ол күні мен ұйықтап жаттым. Отырып ұйықтадым. Ұйықтап тұрдым. Bir кезде оянып кеттім. Bir қарасам, үйдің бәрі шашылып тұр. Оказывается, бүгін бейсенбі екен ғой. Ё-май, ертең видео шығару керекпін ғой. Қандай видео түсірсем болады? Идея қайда? В натуре идея қайда? Қой жатам-ау. Демалу керек. Осы уақытқа дейін не істеп жүрдім мен? Әрине сушына кешіп жүрдім. Жоқ, ойланыр болады. Идея айтшы маған. Аниме. Мен депрессияға жаттым. Хотя жоқ, депрессияға оттым. Қой тұрайын лучше. Лучше идея іздейін видеоға. Таптым. Шикат мега пайдалы ғой. Мен кеше жеп тастаған екенмін ғой. Bir қарасам Нұрлан Қойынбаевтың эфирі болып жатыр екен. Соған запрос тастадым. Оказывается, ол Нұрлан қалам екен. Ол мен көп сөйлестім. Ол да маған өзінің инсайттарын айтты. Өзімен өзі күлді. Нормальный адам екен, оказывается. Мен одан видеоға идея сұрадым. Ол маған мықты идея айтты. Бірақ мен оны ұмытып қалдым. Кстати, мына жақ не үшін шашылып тұр дейсіңдер ме? Себебі Эйнштейн былай деді. Мне только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом дейді ғой, короче. Міне қараңдар өздері. Мен шаршадым. Видео түсіру керек в натуре. Менің камерам қайда? Мен түсіріп жатыр екен ғой. Бержан. Басым, миым жасамай тұр. Мүмкін стеналар бірдеңе айта алатын шығар маған. Қой нафиг. Давай тиктоктан бастайын. Телефоным қайда? Тикток постым. Пов, сенің идеяң жоқ деген тикток қой, короче. Қой таста. Сразу бірдеңе түсіріп бастау керек. Камерамды алдым. Аштым, постым. SD карта жоқ екен. Нафиг. Мен натуре шашадым. Жата тұрам. Идея келді. Қысқасын айтқанда идея жоқ деген түсірем. Осы видео қайттан басталады.
Ол күні мен ұйықтап жаттым. Отырып ұйықтадым. Ұйықтап тұрдым. Бір кезде оянып кеттім. Бір қарасам үйдің бәрі шашылып тұр. Оказывается, бүгін бейсенбі екен ғой. Ё-май, ертең видео шығару керекпін ғой. Қандай видео түсірсем болады? Идея қайда? Да ну, в натуре идея қайда? Қой жатам-ау. Демалу керек. Осы уақытқа дейін не істеп жүрдім мен? Әрине сушняк ішіп жүрдім. Жо, ойланыр болады. Идея айтшы маған. О, аниме. Мен депрессияға жаттым. Хотя жоқ, депрессияға оттым. Қой тұрайын лучше. Лучше идея іздейін видеоға. Таптым. Шикард мега пайдалы ғой. Мен кеше жеп тастаған екенмін ғой. Бір қарасам Нұрлан Қойынбаевтың эфирі болып жатыр екен. Соған запрос тастадым. Оказывается, ол Нұрлан қалам екен. Ол мен көп сөйлестім. Ол да маған өзінің инсайттарын айтты. Өзімен өзі күлді. Нормальный адам екен, оказывается. Мен одан видеоға идея сұрадым. Ол маған мықты идея айтты. Бірақ мен оны ұмытып қалдым. Кстати, мына жақ не үшін шашылып тұр дейсіңдер ма? Себебі Эйнштейн былай деді. Мне только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом дейді ол, короче. Міне қараңдар өздері. Мен шаршадым. Видео түсіру керек в натуре. Менің камерам қайда? Мен түсіріп жатыр екен ғой. Бержан. Басым, миым жасамай тұр. Мүмкін стеналар бірдеңе айта алатын шығар маған. Қой нафиг. Давай тиктоктан бастайын. Телефоным қайда? Тикток постым. Пов, сенің идеяң жоқ деген тикток қой, короче. Ой, таста. Сразу бірдеңе түсіріп бастау керек. Камерамды алдым. Аштым, постым. SD карта жоқ екен. Нафиг. Мен натуре шашадым. Жата тұрам. Идея келді. Қысқасын айтқанда идея жоқ деген түсірем. И осы видео қайттан басталады. Қысқасын айтқанда, идея жоқ. Ойбай, қайттан. Қысқасын айтқанда, идея жоқ. Ол күні мен ұйықтап жаттым. Отырып ұйықтадым. Ұйықтап тұрдым. Бір кезде оянып кеттім. Бір қарасам үйдің бәрі шашылып тұр. Оказывается, бүгін бейсенбі екен ғой. Ё-май, ертең видео шығару керекпін ғой. Қандай видео түсірсем болады? Идея қайда? Да ну, в натуре идея қайда? Қой жатам-ау. Демалу керек. Осы уақытқа дейін не істеп жүрдім мен? Әрине сушняк ішіп жүрдім. Жо, ойланыр болады. Идея айтшы маған. О, аниме. Мен депрессияға жаттым. Хотя жоқ, депрессияға оттым. Қой тұрайын лучше. Лучше идея іздейін видеоға. Таптым. Шикард мега пайдалы ғой. Мен кеше жеп тастаған екенмін ғой. Бір қарасам Нұрлан Қойынбаевтың эфирі болып жатыр екен. Соған запрос тастадым. Оказывается, ол Нұрлан қалам екен. Ол мен көп сөйлестім. Ол да маған өзінің инсайттарын айтты. Өзімен өзі күлді. Нормальный адам екен, оказывается. Мен одан видеоға идея сұрадым. Ол маған мықты идея айтты. Бірақ мен оны ұмытып қалдым. Кстати, мына жақ не үшін шашылып тұр дейсіңдер ма? Себебі Эйнштейн былай деді. Мне только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом дейді ол, короче. Міне қараңдар өздері. Мен шаршадым. Видео түсіру керек в натуре. Менің камерам қайда? Мен түсіріп жатыр екен ғой. Бержан. Басым, миым жасамай тұр. Мүмкін стеналар бірдеңе айта алатын шығар маған. Қой нафиг. Давай тиктоктан бастайын. Телефоным қайда? Тикток постым. Пов, сенің идеяң жоқ деген тикток қой, короче. Ой, таста. Сразу бірдеңе түсіріп бастау керек. Камерамды алдым. Аштым, постым. SD карта жоқ екен. Нафиг. Мен натуре шашадым. Жата тұрам. Идея келді. Қысқасын айтқанда идея жоқ деген түсірем. И осы видео қайттан басталады. Ол күні мен ұйықтап жаттым. Отырып ұйықтадым. Ұйықтап тұрдым. Бір кезде оянып кеттім. Бір қарасам үйдің бәрі шашылып тұр. Оказывается, бүгін бейсенбі екен ғой. Ё-май, ертең видео шығару керекпін ғой. Қандай видео түсірсем болады? Идея қайда? Да ну, в натуре идея қайда? Қой жатам-ау. Демалу керек. Осы уақытқа дейін не істеп жүрдім мен? Әрине сушняк ішіп жүрдім. Жо, ойланыр болады. Идея айтшы маған. О, аниме. Мен депрессияға жаттым. Хотя жоқ, депрессияға оттым. Қой тұрайын лучше. Лучше идея іздейін видеоға. Таптым. Шикард мега пайдалы ғой. Мен кеше жеп тастаған екенмін ғой. Бір қарасам Нұрлан Қойынбаевтың эфирі болып жатыр екен. Соған запрос тастадым. Оказывается, ол Нұрлан қалам екен. Ол мен көп сөйлестім. Ол да маған өзінің инсайттарын айтты. Өзімен өзі күлді. Нормальный адам екен, оказывается. Мен одан видеоға идея сұрадым. Ол маған мықты идея айтты. Бірақ мен оны ұмытып қалдым. Кстати, мына жақ не үшін шашылып тұр дейсіңдер ма? Себебі Эйнштейн былай деді. Мне только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом дейді ол, короче. Міне қараңдар өздері. Мен шаршадым. Видео түсіру керек в натуре. Менің камерам қайда? Мен түсіріп жатыр екен ғой. Бержан. Басым, миым жасамай тұр. Мүмкін стеналар бірдеңе айта алатын шығар маған. Қой нафиг. Давай тиктоктан бастайын. Телефоным қайда? Тикток постым. Пов, сенің идеяң жоқ деген тикток қой, короче. Ой, таста. Сразу бірдеңе түсіріп бастау керек. Камерамды алдым. Аштым, постым. SD карта жоқ екен. Нафиг. Мен натуре шашадым. Жата тұрам. Идея келді. Қысқасын айтқанда идея жоқ деген түсірем. И осы видео қайттан басталады.